Барлықтарыңа сәлем. Бүгін мен сіздермен математика 4-ші сынып 100-ші сабақтың есептерін талдап көрсетемін. Бірінші тапсырма. Арман кемпір қосақтың суретін салды. Оның бояу жиынтығында 7 түс бар. Алдымен ол 2 түсті таңдағысы келді. Жиынтықтан бояудың 2 түсін неше тәсілмен таңдап алуға болады. Жиынтықтан 2 түсін біреуі қараңыздар. Бізде қызыл мен қызғылт сары, қызыл және қызғылт сары, тағы қандай түс бар? Кәдімгі сары түс бар, жасыл түс бар. Сөйтіп кете береді. Енді 7 түс бар ғой, 7 түс бар. Енді осының мысалы 1, 2, сіздерге түсіндіріп кетейін. 3, 4, 5, 6, 7 түс. Бірінші мына 1 деген қызыл болсын, қызылымен қызғылт сары болады. 1 таңдап алдық па? Плюс қызылмен мысалы жасыл болады. Қызылмен сары болады. Солай нешеу бар? Міне 4-еу, 5-еу, 6-ау бар. Сонда мынау нешеу бізде? 6-ау. Общий сан 6-ау. Сонда бір қызыл арқылы қызғылт сары, қызыл жасыл, қызыл көк, қызыл жасыл, қызыл деп кете берсе 6-ау шығады. Енді келесі сары жаңа қызылмен болды ғой. Енді қалғандарымен болады, мыналармен. Сонда одан 5-еу болады. Енді біз шешуін қалай жазамыз? Шешуі 6 рет, 5 рет, 4 рет, 3 рет, 2 рет, 1 рет. Яғни 7-ден басталса, 6, 5, 4, 2 1 болады. 8-ден басталса 7, яғни ол 2 түс таңдағысы келсе. 8-ден басталса 7, 6, 5, 4, 2 1 болады. Енді мыналардың қосындысы бізде нешені береді? 21-ді береді. Сонда 21 түсін таңдап алуға болады екен. Жауабы 21 түс таңдап алуға болады. Түс таңдап алуға болады. Алуға болады. Келесі, екінші тапсырма. Егер сандарды жазуда цифрлар қайталанбайтын болса, онда 1-2 цифрларының қанша 2 таңбалсан құрастыруға болады. Асыншы тапсырма. 1-2-3-тен біздер қайталанбайтын болса, онда 12. Содан кейін 13. Одан кейін мына екеуін орындарын ауыстыра аламыз, 21, мына екеуін орындарын ауыстыра аламыз, 31 болады. Одан кейін біз 2 мен 3-ті алмастырып 23 және 32 деп жаза аламыз. Сонда барлығы нешеу? 6 сан құрастырамыз. 6 сан құрастырамыз. Әсінде не дейді? Егер сандарды жазуда цифрлар қайталанбайтын болса, онда 1, 2, 3, 4, 5 цифрларына қанша 2 таңбалсан құрастыруға болады? Әсін мұнда жасайын. Бірінші 2 таңбалсан, ең алдымен 12, 13, 14, 15 деп жазып шығамыз. Келесі 21, 23, 24, 25 дейміз. Келесі 31, 32, 34, 35 дейміз. Келесі 41, 42, 43, 45 дейміз. Келесі 51, 52, 53, 54. Еще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Барлығы неше сан? 20 сан. Құрастырамыз. Келесі, 3-ші тапсырма. 100 метрге жүгіруден финалға Арман, Серік, Нұрлан шықты. Олар жүлделі орындар берудің мүмкіндік нұсқаларын ата. Кімдер шықты дейді бізде? Арман. 3-ші тапсырма. Арман, Серік және Нұрлан. Оларға орын берудің мүмкіндіктерін нұсқаларын айтуымыз керек. Мысалы, финалға бірінші шығып тұр. Арман 1-ші орын, Серік 2-ші орын, Нұрлан 3-ші орын болады.
да? Немесе Арман бірінші орын және Нұрлан мен Серіктің орындарын ауыстырамыз. Немесе Арман екінші орын, Серік бірінші орын, Нұрлан үшінші орын. Арман екінші орын, Серік үшінші орын, Нұрлан бірінші орын. Және үшінші мысалы Арман үшінші орын, Серік екінші орын, Нұрлан бірінші орын болсын. Немесе Арман үшінші орын, Серік бірінші орын, Нұрлан екінші орын болсын. Солай алмастыруға болады. Сонда әр қайсысы 3 орыннан болады. Сонда бізде барлығы осындай мүмкіндіктер шығады екен. Келесі 4-ші Алия жексенбі күні әжесіне, құрбысына және сіңілісіне барып қайтпақшы. Ол баруды қандай ретпен ұйымдастырады? Дәптеріңе таңдап алу нұсқаларын жаз. Дәптер мүмкіндіктер тармағын сұлбасын сал дейді. Сұлбасын толтыр дейді. Так. Бірінші нұсқасы бұл әжесіне, құрбысына және сіңілісіне. Да? Енді екінші барған кезде ол жаңағы құрбысына, әжесіне шығып, немесе сіңілісіне барады. Солай ма? Немесе керісінше сіңілісіне, құрбысына барады. Ал мынада құрбысына шығып, әжесіне, сіңілісіне барады, немесе сіңілісіне, әжесіне барады. Ал мына жерде әжесіне, құрбысына, немесе құрбысына, әжесіне барады. Өстіп саламыз. Келесі 4-ші Нұсқаларды таңдап алуға есептер құрастыр, оны шешуін жаз, мүмкіндіктер тармағын пайдалануға болады дейді. Нұсқаларды таңдап алуға есептер құрастыр дейді. Бұл яғни шығармашылық тапсырма болып табылады. Есептер құрастыруымыз керек. Мына жерде мысалы дәл осындай жексенбі күні әжесінің үйіне, құрбысының үйіне және сіңілісіне барып қайтпақшы депті. Сонда бұл Алия неше нұсқа шығатын тап депті. Мысалы неше үйге барады. 3 рет барған кезде неше үйге барады деп есеп құрастыру болады. Алия барлығы Алияның барлығы неше нұсқасы бар? Яғни жаңағы үйлерге баруға неше нұсқасы бар? Санаймыз, мысалы, мына жерде 3, мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я, 9. Мына жерде тағы да 6, 15 нұсқасы бар. Келесі кесте құрып тапсырманы орында. Би үйірмесіне Арман, Серік, Ерлан, Нұрлан, Дана, Айна, Алия, Маржан қатысады. Ұлдар мен қыздар қандай би жұптарын құралады? Мына жерге мен жазып қояйын, қыздар деп. Мына бізде 5-ші есеп. Қыздар. Қыздар біздерде кімдер? Дана, Айна, Алия және Маржан. Келесі бізде ұлдар бар. Арман, Серік, Ерлан, Нұрлан. Бірінші Дана Арманмен, Серікпен, Ерланмен, Нұрланмен би жұптарын құралады да. Жазып қойым, Данамен Арман. Өстіп барлығын жазуымыз керек. Данамен Арман, Данамен Серік. Так, мына жерде өтірді алып тастайын. Серік, сосын Дана, Ерлан, Дана, Нұрлан. Келесі енді Айна. Айнамен енді Арман. Айнамен Серік. Айнамен Ерлан. И Айнамен
Нұрлан. Келесі бізде Алия. Алия мен Арман. Алия мен Серік. И Алия мен Ерлан. И Алия мен Нұрлан. Келесі бізде Маржан. Маржан мен Арман. Маржан мен Серік. Маржан мен Ерлан. Және Маржан мен Нұрлан. Осылай біздерде би жұптарын құралады екен. Келесі кесе бойынша өрнектер құрастыр, олардың мәнін тап. Д қосысы көбейтемін 3. Д-ның орнында бізде 45.146 қосамын, С-ның орнында 648 көбейтемін 3. Енді осы есептерде амалдарды орындауымыз керек. 648-ді біз 3-ке көбейтуіміз керек, е? Так, астына жазайын. 648 көбейтемін 3, 24 2 ойда, 4 12 14 бір ойда, 18 19944-ті. Енді 45146-ға қосамын 1944-ті. 18 9 17 4 47090 болады. Келесі Д азайтамын, С азайтамын 369. Д-ның орнында бізде 9825, азайтамын С-ның орнында 986, азайтамын 369. Осыны шығарымыз керек. 986-дан 369 азайтсам, 16-дан 9 азайтсам 7, 7-тен 6 азайтсам 1, 9-дан 3 азайтсам 6, 617 болады. Енді 9825-тен 617 азайтам. 15-тен 7 азайтсам 8, мынау 0, мынау 2, 9208 болады. 9208. Келесі Д көбейтемін 3, қосамын С көбейтемін 2. Д-ның орнында 6959 көбейтемін 3-ке, қосамын С-ның орнында 473 көбейтемін 2-ге. Осыны шығару керек біз. 6959-ды 3-ке көбейтемін. 27 2 ойда, 15 17 1 ойда, 27 28 2 ойда, және 618 ойдамен 19. 27 2 ойда, 15 17 1 ойда, 27 ойдамен 28 2 ойда, 618 ойымызда 20 бар. 19 емес 20 болады. Келесі 473-ті 2-ке көбейтем. 6 болады, 14 болады, 9 болады, 946. Енді 20877-ге қосамын 946. 13 бір ойда, 11 12 бір ойда, 17 18 бір ойда, 21 21823 болады. Келесі тапсырма, 7-ші тапсырма. Есепте және тексер дейді. Осы жерде жауаптарын жазып кетейік. Біріншісінің жауабы бізде болады 569.448 болады. 569.448. Келесі бізде болады 23 көбейтемін 435, бізде 53505 болады. 53505 болады. Келесі бізде болады 80.002-ден азайтамын 54860, 25142 болады. 25142. 2065-ті 289-а көбейтсек 396.785, 396.785. Енді 34216-ны бөлемін 329-ға 104 болады. Ал 4300-ді 25-ке бөлетін болсақ 172 болады. Келесі тапсырма. Айна, Алия, Дана, Бану, Құралай гүлдердің суретін салды. Олар көк қоңырау, қызыл қызғалдақ, сарғылдақ және қызыл қалампыр сары нәркестен суретін салды. Айна мен Алия бірдей гүлдерді бейнеледі. Алия мен Құралай өздерінің гүлін бір фломастермен бояды. Айна мен Банудың гүлдері сары болды. Қыздардың әрқайсысы қандай гүлдерді салды? Бұл жерде Айна, Алия, Дана, Бану,
құралай болды, иә. Қандай гүлдер болды? Көк қоңырау, қызыл, сарғалдақ, қызыл және сары. Бізге айтады, Айна мен Алия бірдей гүлдерді дейді. Екеуі де бірдей гүлдер. Қандай бірдей гүлдер бар? Нәркестен. Так, мына жерде былай белгілеп қойын. Қоңыр дейді. Қоңырау гүл, қызғалдақ, қалампыр және наркестен. Иә? Енді сары мен түстерін көк, қызыл, сарғалдақ және мына жерде қызыл бар және сары. Енді бізге айтады, Айна мен Алия бірдей гүлдерді бейнеледі. Алия мен Құралай өздерінің гүлін бір фломастермен бояды. Демек, Айна мен Банудың гүлдері сары болды. Айна мен мынаның гүлі сары және Банудың гүлі сары болды. Екеуінің де гүлдері сары. Бізде сары нәркестен мен сарғалдақ бар. Мынау сары нәркестен болуы мүмкін, сары сарғалдақ болуы мүмкін, немесе керісінше. Енді бізге айтады, Алия мен Құралай өздерінің гүлін бір фломастермен бояды. Алия мен Құралай екеуінікі де қандай? Қызыл болады. Алия мен Құралай. Мынанікі де қызыл, мынанікі де қызыл. Мынау қызыл қызғалдақ болуы мүмкін, немесе мынанікі қызыл қалампыр болуы мүмкін. Қалампыр болуы мүмкін. Енді бізге айтады, бізге айтады, бірдей гүлдерді бейнеледі. Айна мен Алия бірдей гүлдерді бейнеледі. Бұл жерде дана қоңырау гүл болады. Қоңырау гүл болады. Одан кейін Құралай бізде қызыл қалампыр. Ал Алия бізде қызыл қызғалдақ. Енді кім қалды бізде? Дана кетті, Құралай кетті, Алия кетті. Айна мен Бану қалды. Екеуінікі де сары түсте. Айна сары сарғалдақ болады. Сарғалдақ. Ал кім? Бану нәркестен. Алияға 9-шы тапсырма. Алияға математика, қазақ тілі, жаратылыстану сабақтарынан үй тапсырмасын орындау керек. Үй тапсырмасын орындау неше рет нұсқасы бар? Бірінші математикамен, сосын сосын қазақ тілі, сосын жаратылыстануды орындайды. Сосын қазақ тілімен содан кейін математика мен жаратылыстану қазақ тілін орындайды. Математика, жаратылыстану, сосын қазақ тілі. Сосын қазақ тілі мен математика, жаратылыстану және қазақ тілі мен жаратылыстану, математика. Одан кейін жаратылыстану, математика, қазақ тілі, жаратылыстану, қазақ тілі, математика. Барлығы 6 нұсқасы бар. Осымен сабағымыз аяқталды. Лайк басып тіркеліп кетіңіздер.